Мұса аяулым емес Агата болған. Мұса бар шындықты жайып салды. Осы маусымда үйленуге асыққан Мұса эфирге аяулымды шақырған болатын. Бірақ аяулым Мұсадан ойланбастан бас тартты. Бұл шын мәнінде аяулым ба, әлде Агата ма? Бүкіл шындық ашылды. Кеше Мұса әлеуметтік желідегі парақшасына аяулымның Мұсаға айтқанымен бөлісті. Ол қызбен сөйлесіп бір жағына шығамыз дегенде бәрі керісінше болды. Енді шыны керек, бұл жерде мен мінезім өте болмай қалған мінез ғой. Керек емес кезде тәкаппарлық, керек емес кезде принциптар оянып ба. Мүмкін солай шығар, енді өзім кінәлімін бұл жерде. Сондықтан қинау жоқ, қыз баласына ондай қысым жасағым келмейді. Негізі күресуім керек еді. Шыны керек, енді бұл эфирге барғандағы мақсатым бірінші жағынан енді шақырту болды. Екінші мақсатым шынымен де өз болашақ жарымды сол жерден тапсам деген ниет. Сондықтан да құрметті қыздар, жалпы осы жолы шын ниеттеріңізбен қорықпай келсеңіздер, ұзақ уақытқа созбай менің де үйленуім керек. Мұсаның осы мәлімдемесінен кейін желі қолданушылары жарыса жазды. Аяулымдікі дұрыс, жоқ дегені. Мұса балам, сенің жұбың Агата қыз ғой, екеуің әдемі жұпсыңдар. Ту Мұса, жер көкке сыймадың ау, неге жүре бересің, бірінен бірі жақсы бола береді ғой. Саған тек Агата лайық. Ойлан, неге ұзақтан қарап жүрсің? Керемет жұп болады Мұса Агата. Көптеген желі қолданушылар мен телекөрермендер Мұсаның эфирге шақырған қызы бір болайық реалити шоуының өткен маусымының бұрынғы қатысушысы Аяулым есімді қызды. Аяулым да Мұса эфирге шақырғаннан кейін стористерінде интригаға толы пост пен стористер жариялады. Ол тіпті бейтаныс ғашығымен сөзге келіп қалғаны жайлы видеосын жариялады. Желі қолданушылары Мұса жайлы ма деп сұрады. Бірақ Аяулым жауап бермеді. Мұса да бүгінгі әңгімесінде Аяулыммен бәрі бітті, жаңа үміткер күтемін деді. Иә, әрине Агатаның жанкүйерлеріне осы хабарды жеткізгіміз келеді. Мұса үміткер күтеді. Қызымыз Агатаның тұрмысқа шығатын уақыты келді. Мұса мен Агата бақытты болсын.